студенттер, менің аты жөнім Жанболатова Сайора. Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысы боламын. Сіздермен бүгін біз қазақ тілінен сабағымызды бастайық. Түртіп алу стратегиясы бойынша видеоны көре отырып, ондағы маңызды ақпараттарды түртіп алыңыздар. Түртіп алынған ақпараттар арқылы сабақтың тақырыбын болжап көріңіздер. Табиғи қоры мол қазақ елі жаңа 10 жылдықта жаңа экономикалық өрлеуге бет бұрды. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы негізінде экономиканы әртараптандыру, қазақстандық үлесті арттыру, ірі өндіріс ошақтарын жандандыру, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, шикізаттық экспорт әлеуетін арттыру, Қазақстанда жасалған таңбалы отандық тауар өндіру, әрі жоғары технологияларды өндіріске енгізу арқылы болашақ экономикасына көшу жүзеге асырылуда. Қазақстан шикізаттық мемлекеттен дайын тауар өндіретін елге айналмақ. Бүгінде еліміздің әр аймағында экономиканың маңызды салалары бойынша серпінді жобалар іске қосылуда. Жыл сайын мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылуда. Экономикалық өрлеу әрқайсымызға қатысты бүкіл халықтық іс. Өте жақсы, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі сабағынан мұнай индустриясы, әлемнің ірі индустриялық алпауыттары Қазақстанда және сөз дәлдігі тақырыбы. Сабағымыздың мақсаты белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеу, түрлендіру, талғаммен қолдана білуге үйрету. Ендеше үйге берілген тапсырманы қайталап өтейік. Еркін микрофон әдісі бойынша дүние жүзіндегі метрополитен жүргізген мемлекеттер туралы ақпараттарыңызбен бөлісіңіздер. Жарайсыздар, құрметті студенттер. Енді сұрақтар алаңы. Бірінші сұрақ: индустрияландыру деген не? Индустрияландыру деген ұғымды сіздер қалай түсінесіздер? Екінші: Қазақстанда дамып жатқан ғылыми өндірістің қарқынына сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Ал үшінші сұрақ: индустрияландыру ісінің ілгерілеуі қалай жүріп жатыр? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Келесі сіздер мәтінді мұқият оқыңыздар және мәтіннің стилін анықтап көріңіздер. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Индустрияландыру бұл бүкіл қазақстандықтардың ісі. Өйткені бұл күрделі жағдайды бастан кешіріп отырған жаһандық даму үдерісіндегі біздің мемлекетіміздің бәсекеге қабілеттілігін, даму мүмкіндігін айқындайтын маңызды шара болып табылады. 5 жыл ішінде Қазақстанда бұрын өндірмеген тауарлар шығарыла бастады. Бұған дейін Қазақстанда өндірілмеген мүлдем жаңа 400 өнім түрі игерілді. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері экономикаға салынған барлық шетелдік инвестицияның 70%-на жуығын өңдеуші сектор осы индустрияландырудың бірінші 5 жылдығына иеленді. Бұдан бөлек, индустрияландырудың нәтижесінде 770-тен астам жаңа кәсіпорын іске қосылып, мүлдем жаңа деңгейдегі 75 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. Бүгінде өнеркәсіптік секторда жұмыс істейтін қазақстандықтардың жалпы саны 1 миллионнан асады. Сонымен қатар, елбасының индустрияландыру саясатының арқасында өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі 60%-ға артты. Әлемнің ірі индустриялық алпауыттары Қазақстанға қадам басты. Нарыққа Airbus, General Electric, Alstom сияқты әлемге танымал компаниялар енді. Олар бірлескен қазақстандық өнімнің нарыққа шығуына жол ашып, өз септігін тигізіп келеді. Индустрияландыру аясында инфрақұрылым базасы кеңейіп, 4000 шақырымнан астам автожолдар, 1700 шақырым темір жолдар салынды. Индустрияландырудың алғашқы кезеңінде отандық құрылыс материалдары 2 есеге артып, қазіргі таңда құрылыс материалдардың 80%-ы елімізде шығарыла бастады. Ауыл шаруашылығы саласы да жоспарлы түрде дамып келеді. Мәселен, агроқұрылымды 2010 жылмен салыстырғанда ірі қара мал басының саны 50%-ға артқан, ал өнеркәсіп жылыжайларының алаңы осы жылдар ішінде 3 есеге өскен. Ал енді осы индустрияландыруға байланысты мәтінімізді 3 қадам әдісі бойынша талдайық. Бірінші қадам: мәтіннің мазмұны бойынша тірек сөздерді анықтаңыздар. Тірек сөздер астындағы кестеде берілген, кесте арқылы тірек сөздерді байланыстырыңыздар. Өте жақсы. Біздің мәтіннен алынған тірек сөздеріміз жаһандық даму, даму мүмкіндігі, өндірілмеген тауарлар, жаңа кәсіпорын, ірі индустриялық алпауыттар және инфрақұрылым базасы деген тірек сөздерді шығардық. Өте жақсы, құрметті студенттер, жарайсыздар. Енді екінші қадам бойынша осы тірек сөздерді лұғат сөздіктерін пайдаланып
Тірек сөздердің синонимдерін табыңыздар. Өте жақсы, құрметті студенттер. Бірінші жаһандық даму тірек сөзіміздің синонимі ғаламдық қарыштау. Даму мүмкіндігі, өсіп өркендеуге жол ашу. Өндірілмеген тауарлар, шығарылмаған заттар. Жаңа кәсіпорын, тың, өнеркәсіп. Ірі индустриялық алпауыттар, көлемді индустриялық ақшалылар. Инфрақұрылым базасы, инфрақұрылым қоры. Өте жақсы, жарайсыздар. Енді үшінші қадам тірек сөздерді сөз құрамына қарай талдаңыздар. Жаһандық даму, даму мүмкіндігі, өндірілмеген тауарлар, өнім түрі, жаңа кәсіпорын, ірі индустриялық алпауыттар, инфрақұрылым базасы. Өте жақсы. Енді кері байланыс жасайық. Миыңның суретін сал әдісі бойынша дәптерлеріңізге мидың суретін салып, оны сабақ кезінде меңгерген білімдеріңізді білдіретін сөздермен толықтыра отырыңыздар. Өте жақсы. Енді үйге тапсырма. Ғаламтор ресурстары мен энциклопедияларды ізденіп, күріш өсіруші Ыбырай Жақаев туралы мәліметтер жинақтап, презентация дайындаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.